Қайырлы күн достар, мен сіздерге бүгін қазіргі таңдағы ауқымды тақырыптардың бірі инсульт және де инфаркт жайлы ақпарат беретін боламын. Енді бұл инсульт дегеніміз мидың белгілі бір қан тамырларындағы қан айналымының бұзылысы. Яғни атап айтқанда оның екі түрі болады. Негізі ишемиялық және де геморрагиялық түрлері. Геморрагиялық түрі дегеніміз сол ми қан тамырларындағы қысымның жоғарылау әсерінен қан тамырының жарылуынан болады. Яғни мидың белгілі бір бөлшегіне қан құйылады, осыдан мидың қызметі тоқтай бастайды. Екінші түрі ишемиялық түрі, яғни мидың қан тамырларының белгілі бір түрінде, мысалы тромбтың тұруынан қанның миға дұрыс бармау әсерінен ми клеткаларының өлуі болып саналады. Енді бұл мидың қай бөлігі зақымдалып жатыр, сол бөлік мидағы сол бөлігінде орналасқан, мысалы қолға жауап беретін, немесе аяққа, немесе басқа да жүйелерге жауап беретін мидың бөлігі зақымданған кезде уже сол мүшелерде немесе жүйелерде, былайша айтқан кезде әлсіздік болуы мүмкін, немесе мүлдем функциясын жоғалтуы мүмкін. Ал енді осындай кезде форевердің қай өнімдерді қолдануға болады, немесе осындай ауруды болдырмау үшін қандай өнімдерді ішу керек, мен соларға тоқталып кетейін. Ең бірінші бізге керекті өнім алоэ вера гель. Бұны беруден мақсат бірінші очистка жасау, яғни сол инсультке керекті өнімдердің ағзаға сіңімділігін жоғарылату мақсатында ішілетін міндетті түрде. Екінші өнім біздегі мынау фокус деген, құрамында гинка белова деген шөп бар. Бұл мида қан айналымды жақсартады, яғни миға кислородтың толық жетіп келуіне көмектесіп отырады. Енді мысалы инсульттің алдын алу мақсатында қан айналымын жақсартып отырсаңыз болады ішіп, ал инсульт алған кісіде уже мысалы некроздалған аймақтардың қайтадан регенерация орнына келуіне көмектеседі. Енді екінші бір өнім біздегі бұл дейли витаминный комплекс, инсульт кезінде берілетін. Бұның құрамында В тобындағы витаминдер. Бұл біріншіден питание береді, екіншіден қызметін жақсартады. Одан кейін үшінші өнім, тоже қан айналымын жақсарту мақсатында RG өнімін беруге болады, өйткені құрамында L-аргинин, яғни спазм, бағана көбінесе геморрагиялық инсульт кезінде мидың қан тамырларындағы спазмды жойып отырады. Енді екінші бір ауру, бұл біздегі жүрек қан тамыр жүйесінің аурулары инфаркт. Инфаркт дегеніміз жүректің коронарлы артерияларындағы атеросклерозды табақшаның бітеп қоюынан жүректің белгілі бір бөлігіне қан келмейді, соның әсерінен ол некроздалады. Осыны бізде инфаркт деп атайды. Енді инфаркт кезінде біз қай өнімдерді ұсынамыз? Ең бірінші өнім біздегі RG+, өйткені L-аргинин бұл қан тамырға түскен кезде біріншіден қан тамырды кеңейтіреді, екінші қызметі сол қан тамырды бітеп тұрған атеросклерозды табақшадан қан тамырды толығымен тазалап отырады. Енді екінші өнім біздегі мынау алоэ с персиком, яғни алоэға шабдалы қосып дайындалған өнім. Біз бұны беру себебіміз шабдалда А витамин болады, жүрекке қоректік зат ретінде берсек болады. Енді үшінші өнім кардио хелс деп айтамыз. Q10, яғни жүрекке қосымша питание ретінде ішкізуге болады тоже бұл өнімді. Өйткені жүректе мысалы Q1 деген энергия болатын болса, мына порошокты сол 10 есе көбейтіп берілген. Яғни некроздалған жүректің бұлшықеттерінің қайта орнына келуге жүректің насостық қызметін реттеп беріп отырады. Енді бұл өнімдерді сол инфаркттың алдын алу мақсатында да күнделікті рационда қолданып отырсаңыздар болады. Және де біз оған міндетті түрде дейли витаминді қосып береміз, яғни жүрек импульстарының дұрыс өтуіне және де жүрекке қосымша энергия ретінде беріп отырсаңыздар болады.